Облыстық клиникалық ауруханасы тегін медициналық көмектің кепілді көлемі мен міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аясында Түркістан облысының, атап айтқанда, облыстың 14 ауданы мен Түркістан, Кентау қалаларының ересек тұрғындарына медициналық қызмет, сонымен қатар Шымкент қаласының тұрғындарына ургентті көмек көрсетеді. Стационарда тәулік бойы 844 төсек орын жұмыс атқарады. Ауруханада 28 клиникалық, 21 төсек орынды жансақтау, параклиникалық бөлімшелер мен 5 емхана қызмет көрсетеді. Сонымен қатар, клиниканың аумағында облыстық санитарлық авиацияның базасы орналасқан. Қазақстан Республикасында коронавируста COVID-19 инфекциясының таралуына байланысты енгізілген төтенше жағдайда Түркістан облысы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының инфекциялық және провизорлық стационарларды ашу туралы бұйрығы негізінде жеке тұрған ғимараттарда жансақтау залы бар жабдықталған 30 төсек орынға инфекциялық госпиталь ашылды. Ауруханада 2018 жылдан бастап триаж жүйесі енгізілген. Науқастардың ағымы еденде түсіне сәйкес сызықтармен бағытталған. Қабылдау бөлімшесі лас аймаққа жатады. Құрамына бокс, изолятор, диагностикалық қарқынды терапия палатасы, кіші ота залы, жедел зертхана кіреді. Сонымен қатар бұл лас аймақта 6 төсек орындық жансақтау бөлімшесі мен диагностикалық зерттеу кабинеттері орналасқан. Облыстық клиникалық ауруханасы жағдайында коронавирусты COVID-19 инфекциясының ықтимал жағдайымен түскен жүкті және босанған әйелдерге медициналық көмек көрсету мақсатында іріктеу мен инфекцияның ауырлық жағдайын бағалау үшін жеке қабылдау бөлімі. Бұл науқастар стационарлық ем қабылдауға жатқызылған жағдайда жабдықталған жансақтау төсек орындары мен 25 төсек орындық мамандандырылған бөлімше ұйымдастырылған. Жағдайы ауыр науқастар мен жоғары қатерлі топтағы науқастардың жағдайын талқылау үшін құрамында реаниматолог, инфекционист, пульмонолог, акушер-гинеколог дәрігерлері бар. Қажет жағдайда Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің бейінді мамандарын шақыртатын мультидисциплинарлы топ құрылған. Ауруханаға қосымша 2 оттегі концентраттар алынып, 53 оттегі нүктелері жүргізілді. Дәрілік заттардың, медициналық қызметкерлердің жеке қорғаныш киімдері мен антисептиктердің қоры жеткілікті мөлшерде жасалған.